барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, QFootball.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, арнамыздың тікелей эфирінде футзалдан Қазақстан чемпионатының плей-офф кезеңі басталды. 8-ші, негізгі кезеңде 8-ші орын алған Бәйтерек 1-ші орын алған Семей командасына қарсылас атанды, және біз бүгін Орал қаласындағы Су жаңа арена, Жайық арена спорт кешенінен тікелей трансляцияны назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін алғашқы ойын, ширек финалдың алғашқы кездесуі, қарымта матч Семейдегі Рикардиньо. Қазір Бәйтеректің шабуылы, Давуд Штибеков соққы! Сәл болмағанда. Қазір алаң иелері есеп ашып кете жаздады. Родригиньо ортаға ойысты, бірақ Давуд Штибеков қараңыздар қалай жапты! Керемет мүмкіндік Ринат Төреғазин. Мүлт кетті. Далтон. Жақсы пас берді, соққы! Міне тамаша мүмкіндік Бәйтерек командасында. Олимпиад компаниясына алғысын білдіреді Керейхановтың соққысы. Ағеділ Мадияров. Шыңғыс Есенаманов. Сол қанатқа пас, соққы. Тағы да бір мүмкіндік Ақжол Дәрбай. Шыңғыс Есенаманов сол аяғымен тепті, доп қақпадан биік кетті. Екі қауіпті соққы. Дарбай бір рет тепті, одан кейін екіншісінде әріптесіне пас берді. Пас беру кезінде қателік. Дедезиньо. Тағы да бір мүмкіндік. Далтон өткізбейді. Екі соққыны да қайтарып тастады. Бестік ойнап жатыр Семей командасында, және гол! 0-1 Андерсон Дедезиньо. Семей командасы есеп ашты. Кездесулерінде әлі есеп ашылған жоқ. Соққы! Тағы да бір мүмкіндік қақпа маңдайшасы. Қақпа маңдайшасы құтқарды бұл жолы Бәйтеректі. Ел Қорғаныстан жақсы шыға білді. Қазір Семей қақпаға соққы. Қателік қазір Дедезиньо. Далтон болмаса қазір Бәйтерек командасы пасын автогол соғып алған еді бірінші таймда. Соның арқасында қазір қонақтар алда тұр, және екінші таймды Бәйтерек командасы өте керемет бастады. Нигуэбаның соққысын қазір Джайми Эвальди қайтарды. Дарбай ортаға пас. Есенаманов. Тағы да дайын. Келесі маусымда Далтонды біз чемпионатының титулдық демеушісі Олимпиад компаниясына алғысын білдіреді. Қазір Кандидо. Гол! Бәйтерек командасы ақыры міне есепті еселеді. Құрметті көрермен, Ринат Төреғазин. Бұл жерде де доп негізі Бәйтерек ойыншының аяғына тиген секілді. Иә, дәл солай. Топтан айырылды. 9-шы нөмір Дедезиньо. Және Далтон тосып алды. Барынша қақпашыны қазір алдауға тырысқан Семей ойыншылары, бірақ Далтон сезгенде қазір қақпасына қайтып кетті. Артқа қарай, және гол! 0-3 Камил Керейханов. 0-3 Камил Керейханов. Мінекей Абай арена спорт кешенінде өтеді. Рикардиньода тамаша мүмкіндік болды. Сол қаптал, және соққы. Бекнұр Құмаров. Және кездесу аяқталды. Құрметті көрермен, ширек финал ойыны
Семей, Бәйтерек Семей арасындағы матч 0-3. Семей командасы жеңіске жетті. Алғашқы ойында келесі матч 31 мамырда Семейде өтеді. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде eFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп eFootball.kz-ке қосылып, футзалды тамашала.